пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға пайғамбарлық берілгеннен кейін Абу Суфиян деген Құрайыштардың үлкен бір бастығы болған. Рим патшасына бір зияратқа барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның діні жайында барлық жақтарға хабарлар жетіп қойған. Керек болса пайғамбарымыздың өзі де хат жазған ғой Гераклға кезінде. Сол Абу Суфияннан сұрайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайында. Сол кездегі оқиғада болған. Енді Геракл өтірік айтпасын деп Абу Суфиян алдыға шығарып қояды, артындағы адамдарға айтады: егер мынау өтірік айтса, сендер маған ишарат беріңдер, сендер ол көрмейді ғой дейді. Алдын ала Абу Суфиянмен сөйлеспес бұрын сондай бір ескерту жасап қояды, маған ештеңке деп өтірік айтпасын деп. Келген адамдар артында, Абу Суфиян алдында. Содан Абу Суфиянға сұрай бастайды: бұл жаңадан сендерге дін шығыпты ғой, бұл Мұхаммед деген өзін пайғамбарымыз деп жүрген, бұл кісінің шыққан тегі қандай деп сұрайды. Сонда Абу Суфиян өтірік айта алмайды, өзінің дұшпаны мұсылман емес, мүшрик әлі. Мұхаммед пайғамбарымызбен соғысып жүрген адам, бірақ анадағы жақсы қасиетті қараңыз, өтірік айтпайды. Дұшпаны болса да өтірік, жауына жала жаба алмай тұр ғой. Сонда Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шыққан тегі өте жақсы дейді. Меккенің ақ сүйектерінен, ата бабаларында сүйектеріне таңба болатындай ешқандай жаманшылық біздің құлағымызға осы уақытқа шейін жетпеген. Ол Мұхаммед пайғамбардың ата бабаларынан біреу патша болған бе? Енді онда сұраудың мақсаты өзінің ата бабаларының бір патшалығын қайтарғысы келіп жүр ма, енді сол жайында сұрап жатыр ғой. Сонда Абу Суфиян не дейді? Жоқ. Енді ана жерде Гераклдан көмек сұрап, иә сөйтіп патшаға болғысы келіп жүр, анау мынау деп өтірік айтып көмек алып кетсе болады ғой. Жоқ, ондай айтпайды. Жоқ дейді, ондай нәрсесі жоқ. Енді ол Мұхаммед пайғамбарларың саллаллаху алейхи уассалам өтірік айтатын бе дейді, араларында осы пайғамбарлық келместен бір өтірік айтқан ба сендер? Бір мәрте де болса. Жоқ дейді. Оның аузынан бір мәрте де болса өтірік шығып көрген емес. Мұхаммад садиқул вадил амин деп айтылады ғой пайғамбарымыз жайында. Өте дұрыс, шыншыл адам болған. Пайғамбарлық келгенге дейін де осы. Өтірікті ешқашан айтпаған, өтірікті жек көрген. Оның дініне кіріп жатқандар кімдер? Барлығы кіріп жатыр, бірақ көпшілігі кедей-кепшік құлдар. Олар көбейіп жатыр ма, жоқ азайып жатыр? Көбейіп жатыр. Ал Мұхаммед пайғамбардың дініне кіріп шығып жатқандар бар ма дейді? Жоқ, кіргендер шықпайды. Өліп бірақ шығады. Қанша қинаймыз? Бір адам жоқ дейді ислам дініне қайтып. Енді араларында соғыс болды ма? Болды. Кім жеңді? Кейде олар жеңген, кейде біз жеңген. Бәдірде мұсылмандар жеңген, Ухудта мүшриктер жеңген деген сияқты. Міне осы сияқты Геракл мен Абу Суфиян, енді радиаллаху анху, ол кісі кейіннен мұсылман болған ғой, Алла разы болсын, арасында болған оқиғада Абу Суфиян сияқты Құрайыштың бастықтарын өзі өтірік айта алмайтын болған ғой. Ол кісі артынан осы хабарды жеткізген ғой енді, Гераклмен болған. Сонда неге өтірік айтпадың дейді. Мен өтірік айтсам дейді, Геракл өзінше адамдарым артыма қойып, ана өтірік айтса басыңды изе деп қойды ғой дейді. Егер мен ана жерде өтірік айтсам, жала жапсам, Мұхаммедке менің бір адам мана өтірік айтады деп айтпас еді дейді. Мен білем дейді. Өйткені араб тілін білесіздер ғой, туысқандық қарым-қатынас деген орны күшті болған. Бірақ дейді, мен өтірік айта алмаймын. Мен қалай елді басқарып жүріп, мен өтірік айтамын. Менің сипатым емес деген мағына келтіреді ол өтірік.